Тікелей эфирде мың бір түн қымбатты көрермен бағдарламаны жалғастырақ. Елімізде 9 құмалақ ойынның атауы өзгеру мүмкін. Мұндай ұсынысты мәжіліс депутаты Гүлдара Нұрымова бүгін айтты. Күзде болатын дүниежүзілік көшпенділер ойынына дейін спорт атын 9 ат деп ауыстыру керек деген ойда депутат. Жалпы 9 құмалақты өзге түркі мемлекеттерінде әртүрлі атайды екен. Спорттың атын осы түркі халықтарына ортақ етіп өзгертуге не себеп болды? Бүгін біздің студиямызда мәдениеттанушы Серік Ерғали мырзадан сұрап білетін боламыз. Серік аға, төрлетіңіз. Қайырлы кеш. Осы бағдарламаның беташарына шақырып едіңіздер. Ақыр бүгін сәтісті, рахмет. Аға, енді депутат Гүлдара Нұрымова осы бастаманы бүгін айтты, халыққа жеткізді. Бүгін бағдарламаға шақырған едік, бірақ білмеймін, белгілі бір себептерге байланысты ол кісі бағдарламаға келе алмады. Дегенмен, жалпы бұл идеяның бастамасында өзіңізде барсыз. Иә, мен осыны зерттеп жүрмін ғой енді. Зерттеп жүрмін, 10 шақты жыл болды. Осы 9 құмалақтан мен өзі магистрлікте қорғадым. Ал енді мен сіздерді біздің қазақ халқын, бүкіл түркі халқын бір мерей жаспен дейміз ба, мерей жылмен құттықтап қойғым келіп отыр. Мысалға, биыл біздің жаңағы 9 құмалақ деп ойнап жүрген зерделі ойынымыздың атауының 9 ат болып тарихта жазылып қалғанына 150 жыл болады биыл. 1874 жылы Григорий Сергеевич Загряжский деген кісі Тоқмақта болады, өзі этнограф. Сонда ол Туркменский ведомости деген журналға өзінің мақаласын жазады. Быт кочевого населения долин Чу и Сырдария дейді. Сырдария мен Шудың бойындағы көшпелі халықтардың тұрмыста жөнінде. Сонда 9 ат деп тұрып, біздің жаңа ойынның ережесін кетіріп қойған. Оны мен осы тапқаныма 10 жылдай болды. Оған дейін оны ешкім білмеген. Енді тағы бір мерей жылмен құттықтап қояйын. Дәл 50 жыл бұрын, 1974 жылы, ана Загряжский 1874 болса, бір ғасырдан кейін біздің Сәрсен Аманжолов бар, Қалибек Қуанышбаев ағаларымыз бекен, солар барлығы Қазақстан социалистік советтік республикасының 9 құмалақ федерациясын құрған. 50 жыл бұрын. Енді аға, екеуін қосқанда 200 жыл, 2 ғасыр. 9 ат болып жаңа тарихи деректерде келтірілсе, 9 құмалақ деген атау қайдан шыққан? Енді одан кейін 1897 жылы Краснов деген этнограф тағы да аралайды ғой. Сол кезде ол 9 құмалақ деп келтірген. Оның да бір мақаласы бар. Содан кейін 1906 жылы Пантусов деген кісі тағы да құмалақ деп, 9 құмалақ деп жазады. Сол құмалақ, ана Загряжскийдікі көрінбей қалады да, 9 құмалақпен кетіп қалады. Бұл сонымен жаңағы 40-50 жылдары Мұхтар Әуезов, Сәрсен Аманжолов, Мәулен Балақаев, тағы басқа кісілер бұл 9 құмалақты еске алып, қайтадан қалпына келтіріп, Совет үкіметі кезінде ойнай бастаған. Сөйтіп, қырғыз ағайындарды қосып, қырғыз ағайындар ұмытылып кеткен ол кезде, ұмытып қалған. Сөйтіп қосады, сөйтіп жаңа федерация құрылады. 9 құмалақ деп. 9 құмалақ деп. 1993 жылы қырғыздар 9 көркөл федерациясын құрады. Ал ана алдыңғы біздің құрылған федерация енді жаңа мемлекет болғаннан кейін қайта тіркелу керек еді. Ол бар болғаны 11 жылдан кейін 2004 жыл ғана құрылады. Көрдіңіз бе, қазіргі федерация. Сөйтеді да, енді қазір Википедияда 9 көркөл бар қырғызша, қазақша 9 құмалақ жоқ. Бұрын 9 көркөл қырғыздың ұлттық ойыны деп келген ғой. Сосын биыл қарасам енді ұялған шығар, енді көшпенділер ойыны болып жатыр. Қазақты қосып қойған енді қырғыз ағайындар. Жарайды. Сонда мен қарадым да, зерттегенде өзі екі халық болып бүкіл түркіге ортақ ойынды екі жаққа тартып жүрміз. Мысалға қарақалпақтар ойнаған, тывалар ойнаған, ноғайлар, алтайлар ойнаған. Қазір кімдер ойнап жүр? Бәріне ортақ.
Қазір енді Қазақстанның өзінен 200 мың адам ойнайды делінеді. Нақты қанша екенін білмеймін. Өзге түркі елдер. Иә, түркі, сосын енді дүниежүзілік федерация құрылды. Соған қарағанда тағы 10 шақты мемлекеттен ойнайтындар бар. Жалпы біраз бұл ойын біраз дамыды ғой. Енді осы соңғы кезде осы 2010-нан бері қарай Әлихан Баймен басқарып келе жатыр. Сосын бұл ойынға қызыққан дүниежүзінің сосын бір программистер алғанда бұл ойынның ережесімен электрондық нұсқасын жасап интернетте ойнайды қазір. 9 құмалақ деген. Атауы 9 құмалақ. Иә. 9-ды қойғанда құмалақ дейді. Гейм деп. Соған кіресіз де, сосын тіркеліп тұрсаңыз, бір өзі, екінші бірі өзі табылады, соны ойнайсыз. Онлайн ойнайды. Онлайн ойнайсыз. Енді Серік мырза, қараңызшы, депутат Гүлдара Нұрымова осы ұсынысты айтқан кезде, бүгін әлеуметтік желіде кәдімгідей бір қалай айтсақ болады, әртүрлі пікірлер пайда болды. Ол дұрыс қой. Иә. Енді бірақ көбісі дені теріс пікір болып тұр екен негізі. Не дейсің? Атауын өзгертудің қаншалықты қажет болады? Қаншалықты қажет? Дұрыс. Одан басқа жұмыс жоқ па дегенде білесіздер ғой, сөйтіп айтады. Депутат көтеріп жатқасын, сол депутатқа одан басқа не ұсақ түйек нәрсе деп қарап отыр ғой. Бұл ұсақ түйек емес. Біріншіден қазақ халқы, Қазақстан, түркі халықтарының қара шаңырағы. Құрметті қазақтар, біліп қойыңыздар. Екіншіден, түркі халықтарын біріктіру, ол біздің миссиямыз. Біз қазір өзіміз бастап бір ойынды былай тартып, екінші халық былай тартып отырса болмайды. Оның тарихи шешімі дайын тұр өзі. 9 ат деген атауы бар. Иә? Сондықтан бұны әуелден ұсынып келе жатқан мен. Бірақ федерацияның басшылығы бұған оңды қарамай келе жатыр да, жігіттер. Мен айтам, айналайындар, осылай жүресіздер ме? Біз Тұран одағын қашан құрамыз? Бір ойынды келістіре алмай жүргенде. Деп айтқым келеді да. Содан енді 9 ат, Қырғызда да 9 ат, Түркте де 9 ат, бүкіл 40-тан асақ түркі халықтарының бәрінде 9 ат. 9 ат. Тек бізде ғана. Ат деген бәрінде бар. Оның үстіне біз атыңда, жылқыңда біздің енді бренд дейсің ба, 60 жыл бойғы келе жатқан біздің код қой. Ұлттық код дегенің сол. Қайдағы құмалақша пышырап, көргөліңді құмалақ, құмалағыңды құмалақ. Мен бұны ресми түрде осы 19 сәуірде биыл Қырғызстанның президенті Жапаров мырза келген. Соған қатшы бердім, біздің президентке қатшы бердім. Енді біздің президенттен аппараттан үкіметке жібереді, үкіметтен туризм және спорт министрлігіне жібереді, одан жаңағы федерацияға жібереді. Негізінде бұл ұсақ түйек нәрсе емес деп қарау керек еді да. Негізі қырғыз ағайындар өзгертті ме 9 ат? Жоқ, олар да өзгерткісі келмейді. Бұл жерде бір үлкен менменшілдік жатыр. Сол мен айтам, бұл ойын қазақтікі де емес, қырғыздікі де емес. Бұдан басқа 4-5 халықта ойнап келді ғой. Олай болмайды ғой. Алдағы күзде. Енді біз неден ұтылып отырмыз қазір? 200 миллионнан аса түрік халықтары бар, түркі халықтары. Оның бәрі білмейтіні, құмалағыңды. Мысалға, осыдан 7-8 жыл бұрын өте чемпион өзі, өте зерттеуші Мақсат Шотаев белгілі, 9 құмалақшы. Соның өзінің сұхбаты бар, Абай кезекте. Шетелге шыққанда дейді, мысалға испандар, түріктер сұрайды дейді, 9 құмалақ деген не дейді да? Енді аударамыз дейді, қойдың нәжісі деп айтуға тура келеді дейді. Сосын олар мырзылдап күледі дейді. Сосын өзіміздің балдар құмалашы неке деп өздері бірін-бірі мазақтайды дейді. Соншама не болды деймін да. Соны енді осының барлығын айтып, жаңағы хат жолдадым, сосын ол бір хатты осы депутаттарға да жолдағам. Соның ішінен осы Нұрымова Гүлдара ханым қолдап, мынау дұрыс нәрсе ғой. Биыл міне мұрсат келіп тұр өзі. Және алдағы күзде сол жақсы атпен неге жарқ еткізіп, бүкіл түркі халықтарын біріктірмеске. Неге бір-біріміз әр тартамыз? Мына депутаттық сауал жасайын, ықпал етейік деп бір ай бұрын алған ол. Негізі сіз қалай ойлайсыз? Енді бұл ұсыныстарыңыз. Енді бұның реті былай. Ұсынысты мені зерттеуші ретінде ұсындым. Бұны енді көшпенділер ойын операторы кім? Ұйымдастырушы. Туризм және спорт министрлігі. Сол ресми түрде мұна федерацияларға жолдау керек. Мынадай мәселе. Сіз қарасаңыз 21 ойынның көшпенділер, 5-ші көшпенділер ойынына қатысатын. Осы 9 құмалақтың 2 аты бар. Мен қазір осы жерге 2 атпен келіп отырсам, Серік Берік деп,
ұят емес пе? Екі аты бар. Екі халық екі жаққа тартып отыр. Соны біріктірсек, дұрыс нәрсе ғой деп бұл кісі бүгін жолдады ғой енді. Артық ештеңе айтқан жоқ. Жалпы біз өзі мына жасампаздық әлсіреп қалған халықпыз ғой. Көп жаңалық қабылдай алмаймыз. Сосын қазір соңғы жылдары біраз комплекс кембағалдық қалыптасып қалды. Біреу бір жақсылықты айтсын, кіші болсын, үлкен болсын, оған міндетті түрде бірін майдап саламыз, шұқимыз. Онда тұрған ештеңе жоқ. Оның бәрі ол даурықпай қалады. Бізге қазір жасампаздық керек. Түсіндіңіз бе? Сосын мұны айтарым. Тоғызқұмалақшылар, өздеріңізді тоғызқұмалақшы деген дұрыс па, тоғыз атшы деген дұрыс па? Соны ойланыңыздар. Содан кейін жаңа тәртібі министрлік ұсыну керек. Содан кейін жалпы жиналыста Тоғызқұмалақ федерациясы Қазақстанда қарау керек, Тоғызкөркөл Қырғызстанда қарау керек, көшірме дей ма білмеймін, түріктер қарау керек. Тағы кім кіреді? Дүниежүзілік федерация рас па, өтірік па? Соның барлық қарау керек та, мынаның керек па? Ғылыми симпозиум шақыру керек. Ол кезде мен барам барамда Тоғызқұмалақ тақтасындағы 9 атаудың барлығы дерлік жылқыға атқа байланысты атау. Яғни түрік елдері ортақ бірге өзгерту керек деп отырсыз ғой сонда. Жоқ енді, иә, әрбір ана федерациялар алады да қабылдайды соны. Иә, дүниежүзілік федерацияда бірден өзгертіп тастау керек. Түсіндіңіз бе? Сонда бір ғана нетеді. Содан кейін ол 9 ат бүкіл түркілерге түсінікті. Ортақ ойын. Тіпті басқа халықтарда атты біледі. Ортақ ойын, басты қатырмайды. Біз осыдан бастау, мен осы біздің арнада, осы сіздердің арнаңызда Қосқанат деген көпір болды ғой. Осы президенттердің келу қарсаңында. Сол кезде мен шығып айтқанмын осыны. Қырғыз ағайындарға да айттым сонда. Ағайындар, біздер бірге бір ойынды екі жаққа тартып жүрміз. Бауырымыз дейміз. Қалай қабылдады көрсетті? Бұл қалай? Енді бұл әшейін студияда айттым. Оның әр жағында қалай қабылдап отқан білмеймін. Ешкім селт еткен жоқ. Жалпы мына біздің ұлттық спорттың айналасында осындай бір ізділік дейсіз ғой. Бір алас нәрселер бар. Енді бізде тоғызқұмалақ қана ма, әлде емес. басқа қай ұлттық ойындарымыздың біздің атауын өзгерту? Мысалы, зерттеп жүрсіз ғой. Мысалға, Керек деп ойлайсыз. көкпардың атауы да сондай. Көкпар қазақша ғой, иә? 20 ғасырға дейін біздің қырғыз ағайындар ұлақ тартыш деп кетті. Алдыда бір 90-шы жылдардан бір көкбөр деген атау болды. Ау, қалай көкбөр дейсің сен? Көкбөр біздің аталарымыз тотем болса, оған табынбаған болсаң, оны жаңа серкенің орнына бауыздап тартып, оны мазақтайсың ба? Ол қандай нәрсе? Ешқандай қисынға келмейтін нәрселер көп. Одан басқа біздің екі халыққа ортақ, бүкіл түркіге ортақ, дүниежүзілік деңгейдегі ұлы жазушы Шыңғыс Айтматов «Қош бол Гүлсары» деген повесінде көкпар туралы айтады. Сонда ол орысша жазды. Оны ұлақ тартыштан ол калька жасап «Козлодрание» деді. Көкбөрі болса, ол білсе, көкбөрі қылады айтатын еді ғой. Жалпы осындай нәрсе көп. Бұл ұсақ түйек емес. Бұл мына спорт болғаннан кейін ол біздің халыққа тәуелді, біздің халықтікі болмайды. Мысалы, Тоғызқұмалақ дүниежүзілік федерация құрдың ба? Кешіріңіз, қазақтық емес енді. Қырғыздық емес. Адамзаттық құндылық болып есептеледі. Себебі ол Жапонда келіп ойнайды. Міне соған біз даярлап беруіміз керек қой. Тағам сияқты. Біздің тағамызды беріп жатырмыз ғой. Бұл да сол сияқты. Рахмет түсінікті Серік мырза, пікіріңізге. Енді алдағы уақытта қалай бола жатарын көреміз әрине.